Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Сұлтанмұрат Ұлтуар. Серікжан Білашқа араша сұраймын. Серікжан Білашта не кінә бар? Осы Қазақстан мен Қытай мемлекет арасындағы екіге бөлінген, жылаған, сықтаған бала-шағаның көз жасын сүрткен, бауырынан айырылған, жолдасынан айырылған, баласы о жақта, анасы бұл жақтан қалғандардың басын қосқаннан басқа не кінәсі бар? Бұл кісі де сондай жылаған, сықтағандардың басын қосып, аш қалғанына тамақ тауып беріп, сусыз қалғанына су беріп, өкіметтен, ең болмаса басқа бір халықтан алған бір тиын ақшасы жоқ, өз жаншығынан ақша шығарып, талайды жетімдер, тірі жетім қалғандардың маңдайынан сипап, аш қалғандарына тамақ апарып бергеннен басқа не кінәсі бар? Құлағымыз, көзіміз көрмесе де құлағымыз естіп отыр. Сондайларды жылаған, сықтаған осы Қазақстандағылардың, солардың жағдайын жасағаннан басқа кінәсі жоқ. Мынау жастардың, оянбай ұйықтап жатқан жастардың көзін ашып, сол бір мемлекеттерге, анаяқ мұнаяқтарға, ішкі істер ісі, сыртқы істер министріне айтарым. Соғысты кінә жоқ деп өз басым солай ойлаймын. Сондықтан осы Қазақстандағы еліне, жұртына аман есен босатуларыңызды үміт етемін. Бәріміздің тілегіміз сол.